Бәріңе сәлем, менің атым Аяулым, қысқаша Йока. Мен 8-ші Б сынып оқушысы Ғабдылманов жастардың активистімін. Бүгінгі мен сұхбат алатын адам ол Құмархан Іңкәр, мектебіміздің президенті. Ал енді бастайық. Барлықтарыңа сәлем, мен Ғабдылманов атындағы орта мектебінің 10-ші А сынып оқушысы Құмархан Іңкәрмін, мектеп президентімін. Әрине, президент болу бұл өте жауапты жұмыс. Қызығы мен қиыншылығы қатар жүреді. Бұл жұмыста мен өзімнің күш-жігерімді, жалпы белсенділігімді шыңдауыма мүмкіндік беретін жұмыс. Сондықтан да мен бұл жұмысты жақсы көремін және жан-тәніммен беріле жұмыс жасаймын. Жалпы кітап оқығанда мен көбінде фантастикалық жанрдағы кітаптарды оқимын. Ал өлеңге келетін болсақ, көбінде қазақша әуендерді тыңдаймын. Мектептегі барлық мұғалімдер өте керемет жандар, бірақ солардың ішінде өзіме қатты ұнайтыны Алма Құдайберген-қызы мен Кеңес Ванель. Жалпы таңдап отырған мамандығым жалпы медицина, яғни хирург болғым келеді. Таңдаудағы негізгі мақсатым ішкі жан дүнием сол нәрсені қалады. Фантастикалық жанрда. Соңғы оқыған кітабым Қуаныш Шонбайдың 2-ші болма кітабы. Мектепке жалпы мектеп формасына өзгеріс енгізгім келеді. Барлық оқушының формаларын бірдей болғанын қалар едім. Болашақта таңдаған мамандығым бойынша қалаған оқу орныма түсіп, сол бойынша енді өзіме ұнайтын жұмыс жасағым келеді. Менің хоббиім поэзия оқу. Саяхатқа, әрине Дубайға, басқа да дамыған шетелдерге барым келеді. Ауылда өзім жиі баратын орын Тамшыбұлақ және де таулы аймақтар, яғни Жетісу алатауы. Бүгінгі сұхбат үшін рахмет, маған қатты ұнады, өте қызықты болды. Сіздерді де осында келіп, сұхбаттасып, әңгіме дүкен құруға шақырамын.